Не деген пысық десеңіздер достар. Жасап атқан салаттар міне екінің бірінің қолынан келе бермейді бұл салатты жасау. Аяу, сен мықтысың. Осы қалпыңнан тайма. Осы от алғаныңмен до конца столды жасап жүрсең болады. Мен сияқты қайсының барына не деп айтасыз, айтыңызшы. Не деп айтамын? Айтсаң. Аллаға мың шүкір деймін. Боламыз, мама жұмыста. Қазір звондап не айтатынын көреміз. Алло, мама. Ана, пачуба бар ғой? Пачуба ше? Соның бетіндегі розовый майонез қақтан аламыз? Розовый майонез ма? Кәдімгі майонез. Розовый майонез. Жоқ, розовый ғой енді уақытта. Енді менің қызылшаның ішіне майонез сепсең розовый болмай ма? Ол қалай болады? Солай? Сендер менімен ойнайын. Мам, мына келініңіз бар ғой, біз екеумізбен ойнайын деді. Екеуміз еріктен ермегі болып отырып деймін. Менен көшіп сізге көшіп жатыр енді. Сим коллекшннан 5 киімде алған болатын, барлығы по размеру келді, подвайт етпеді. Качество жағынан енді топ бірінші орында деп айтсам болады, және оптовый бағада барлығы. Оптым алсаңыздар да болады еще. Және де достар, жаңа жылға қарсы Асим коллекшн біраз киімдерін скидочный бағаға қойды. Скидочный бағамен алып үлгерулеріңізге болады. Әлі уақыт бар. Аккаунтын қалдырып кетемін, кіріп қарасаңыздар болады. Менің оқырмандарым, білесіздер, қазіргі таңда кішкене вирустар, инфекциялар өршіп тұрған уақыт. Аялаға иммунитет көтеру үшін күшті осындай витамин берем. Именно биохаяттың биохаят китс деген беріп жүрмін. Білесіздер, өткенде де көрсеткен болатын. Аяла, ішеміз ба? Иә. Тәтті ма? Мынау не? Бас тартып жатса, сіздер суға араластырып, кәдімгі соқ сияқты берсеңдер болады. Өйткені дәмі, мелттің дәмі шығады, күшті өте дәмді. Аяла былай ақ сіміріп алады. Ялама ғой. Көтеріп шықпай. Деген мынандай құрттар болады дейді ғой, соны өлтіреді, аузындағы жағымсыз иісті кетіреді, асқазан ішек жолдарын жақсартады. Егер іші қатып, сондай бір проблема болып жатса, барлығының алдын алады. Және де мұрнынан суақ